қараш толды суда. Енді балдарды суға түсірмеу керек, қараңыздар. Міне, көрдің ба? Жылан жүр енді. Қара, мұяқты қара енді. Машина тұр да, просто мұяқта. Машина тұр ма? Су көрдің ба, оның бәрін. Көрдің ба? Ол Шора өзені деген бар. Шора өзені. Деп ойлап қалмаңыздар. Деп солай түсірсем, ол бейнеролик басқа біреулер қарайды да айтады. Танымайтындар. Бұл Шора өзені екен ғой деп көрдің ба? Өзек қой, өзек. Көрдің ба? Әртүрлі ғой. Әртүрлі. Көрдің ба? Адам деген осылай. Өтірік жала жабу деген сол ғой. Жала жабу деген. Көрдіңіздер ма? Бұна телефон түсірмесең, жарап түсіріп жатыр. Су келді да, енді мына су тоқтағанда бітіқана шығады. Ал су тоқтады ма, тоқтаған жоқ па? Айтыңдаршы. Сазан көрген жоқ, сазан жетіп болды. Сазан беріңдер, маған сазан беріңдер. Не адам баласы бар ғой. Танып атады ғой біреулер мысалы. Ал бір жақсы жағынан қарай дегендер. Айтаған біз Алла тауға тек лайық Алла ғой ағайындар. Келді мысалы. Күшті бір жігіт сөйлетті. Керемет айтады. Бөлін өзі айтпай тұр. Жита танып айтып жатыр мысалы. Бірақ молда анағыдай бірінші тұрады екен да. Соны халық білмейді, көп халық. Кейбір халықтар білмейді соны. Жемқор, мешітте жаман сөздер айтылады. Мешіт жайлы. Мешіттер көбейген жақсы ғой да. Бәрі иманды болса. Бәріміз иманды болып, намаз оқитын болсақ, молдан жалдамаймыз, көрдің ба? Жаңазаны молда шығарады. Әрбір адам, оқып адам бәрі оқиды кезек-кезек. Ақмада жайылмайды, көрдің ба? Бірақ порядок болмайды. Мен оқимын, олар таласу мүмкін. Сол үшін молдаға бағынған жүр. Тамадыда, мысалы, молда басқармайды ғой. Тамада асаба деген үлкен қызмет. Акиматтар сол, секретаршы деген бар. Секретаршыны атып сен басқа кіре алмайсың. Сол сияқты давай хаматта еліміз аман жүрсін, тыныш болсын. Су келе берсін. Бас көтпесін тек қана.